Сәлем достар, Python негіздері курсының 9-шы сабағына қош келдің. Бүгін біз бұл сабақта функцияларды үйренетін боламыз. Функциялары бұл бізде кодты қысқартудың түрі. Мысалы, біздің кодымыздың ішінде бір көп строкалы бір код болсын, бірақ біз ішінде какой-то бір логикалық амалды қайта-қайта қолдана береміз да. И біз оны каждый раз қайта-қайта жаза берудің орнына, біз оны функцияға айналдырып, бөлек бір жерге салып қоямыз, и оны біз кез келген жерде қысқа күйінде қолданып шақыра беруге болады. Жалпы функция деген осындай. Мысалы үшін бізде қарапайым күнде қолданатын print функциясы. И print функциясында мен мысалы hello world жазатын болсам, міне. И тұрады да, бұл мен ран етем, маған экранда hello world шығарып береді. Бірақ мына бізде функция, бұның ішкі логикасы экранды ашу, экранға hello world деген нәрсені шығару, қайтадан экранды жабу, сондай күрделі логика жатады. Ол бізде осы Python кітапханасында, Python'да, PyCharm'да жалпы сақталып отырады бұл дефолтный функциялар. Сондай-ақ біз өзіміз функцияны қолдан жасай аламыз, өзіміздің кодымызға ыңғайластыру үшін. Мысалы үшін, функцияны ашу үшін біріншіден def деген кілт сөз қолданамыз. Def бізде, яғни функцияның бастамасы. И функцияны осылай ашамыз. Одан кейін біз функцияға атау береміз. Мысалы үшін біздің функциямыз жай ғана мысалы үшін first функция, жай ғана demo функция, өтірік функция. Demo function деп қоя салайын. Функция осыны атау береміз. Функцияны атау арасы ашық болмау керек. Осыны нижний правилмен жалғайтын боламыз, немесе сызықшамен да жалғамаймыз. Нижний правилмен ғана жалғаймыз. И атау бергеннен кейін мындай дөңгелек жақша қоятын боламыз. Дөңгелек жақша қойғаннан кейін қос нүкте қоямыз. Бұл бізде функция дайын тұр. И функцияның ішіне кіреміз де логиканы жазамыз. Функция тура не? Шартты операторы сияқты андай арасында бір тап болу керек, немесе 4 андай правил болу керек қой. И функцияда маған не орындау керек? Функцияда маған print бұл функция дей салайын. Бұл функция. Яғни бұл функция деген нәрсені маған шығару керек, мына менің функциям. Мысалы үшін, мен бұл жерде run ететін болсам, менде жұмыс істемейді, ештеңе шықпайды. Өйткені мен функцияны аштым, ішінде логикасын жаздым, бірақ мен бұны бір жерге қолдануым керек, яғни шақыруым керек. Функцияны шақыру үшін жай ғана мен атын жазамын. Demo function. Болды. Код келеді. Мынаны әшейін оқиды. Болды. Код келеді. Мынаны әшейін түсінеді, бірақ оны қай жерде қолданамын деген сұрақ болады. И астына түседі, шақырыпты мен дейді дағыны. И мына ішіндегі амал жүзеге асатын болады. Міне функцияны шақырдым, менде функция іші орындалды. Сондай-ақ, мына функцияға мен мән беріп, оны ішінде қолдананы аламын. Мысалы үшін менде мына функция комментқа қоя салайын. И тұрамда мен тағы бір функция ашайын. Мысалы үшін def маған бір айт деген бір допустим say деген бір функция болсын. И оған ішіне мен параметр бере аламын. Мысалы үшін параметрде кез келген айнымалы бере аламын. И мен осы жерде берген айнымал бойынша мен жұмыс істейтін боламын. Мысалы үшін мен әшейін бір сөз деген айнымал берейін. Word. И маған не істеу керек? Маған print осы word деген сөз шықсын. То есть осы айнымалы шықсын. Ол сөзді болуы мүмкін, сан болуы мүмкін, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Осы айнымалы шықсын. Айнымалы шыққаннан кейін мынандай леп белгі шықсын. Все. Мысалы үшін мен жерге жай ғана say деген функцияны шақырып, ішіне мен word деген, міне word деп шықтыр менде. Осыған мен мән беруім керек. Мен мысалы сан беретін болсам, менде 45 деген нәрсе шығып тұр. Ал если мен мұнда сөз беретін болсам, hi деп қойып, маған hi деп шығып тұр. Міне. Тура сол сияқты мұнда мен келесі жолы hello деген сөз бере аламын. Hello деген сөз бере аламын. И маған біріншіне hi, екіншіне hello деп шықты. Яғни каждый раз шақырам. И мен мына кодты, то есть өзіме керек кодты қысқарттым. И мен оны керек жерге шақырып жатырмын. Осылай. Мынаны тағы бір жазу тәсілі былай жасағанда болады. Осыны сөз ретінде жасасам, сыртына f деген нәрсе қоямын. И мен ішінде мынандай ерек жақша ашып, менде word деп қоямын. Word и леп белгі. Все. Бұл не істейді?
менде мына ережесін сыртынан f деген нәрсені, яғни ішіндегі ережесі арқылы мен кез келген бір андай айнымалы, то есть мына зат менде сөз ретінде оқылмайды. Стринг ішінде тұр ғой, соны сөз ретінде оқымайды, яғни айнымалы ретінде қабылдайтын болады. И мен мұны даже не только Word, мен мұны 56 қосылған андай деп қойып жатсам да болады. Міне маған 745 деп шығып тұр. Тура солай, қызық жағдайлар көп. Жақсы, бізде тағы да кей жағдайларда бізде андай мәнді, то есть логикалық нәрсені экранға шығармай, бізге қайтару керек, жай ғана қайтару керек, экранға шығармау керек. Мұнда print экранға шығару ғой. И мысалы менде мынандай функция болсын. def, допустим, plus дейсің. Так, ой, plus деген функция болсын. И ішінде маған екі айнымал беремін. A және B деген операторлар бере аламын. Яғни осы екеуімен жұмыс істеймін. Мұнда кез келген айнымал бере аламыз. Көп айнымалар берсек болады. И мен осы екеуімен жұмыс істегім келеді. Маған қазір келген A деген B айнымалы менде сан деп ойлаймын да. И маған не істеу керек? B тең осы A қосылған B-ға тең болсын. B-ға тең болсын. Және S1 деп қосылайын. S2 менде A азайтылған B-ға тең болсын. S3 тура солай менде A көбейтілген B-ға тең болсын. S4 менде A бөлінген B-ға тең болсын. Деймін да, менде осы S мәндерді алып алдым, осылай. И маған қайтару үшін жай ғана return деген зат бар, қайтару деген мағына. Яғни маған кім нелер қайтарсын? Маған S1-ді қайтарсын, S2-ні қайтарсын, S3-ті, S4-ті қайтарсын. Яғни маған жауап мәндер ретінде осылар қайтару керек. Яғни мен функцияға мән берем, ол маған қайтарады жай ғана. И мен мұнда тұрам да, плюс, так, плюс, так. Плюс мен оған мысал үшін 12, давайте 12 и 13 бере салайын, қызық үшін. Маған ештеңе шықпайды, өйткені мен плюс деген функцияны шақырдым, және мен функцияның ішіне келеді да, мынаның бәрі орындалады менде. И маған экранға шығар деген жоқпын. Қайта керісінше маған қайтар дедім. Маған қайтып келді, бірақ енді мен экранға сырттан шығарамын. Яғни print қайтадан мәнді шығар маған. То есть plus деген функция маған бір логикалық, то есть мән келеді, мен соны шығарамын. Міне, менде бірінші, яғни маған бұл жерде өтірмен жабдың картеж болып келді. 25 қайтты, екеуінің бөлінісі менде, азайтынысы -1, көбейтінісі 156, бөлінісі мынандай санға тең. И все. Немесе жай ғана бір ғана мән қайтар десем болады. Аларында керек емес деп қойып. Ол кезде маған бір ғана мән қайтады. Ал картеж жерінде қайтар десем өтірік қоямын. И маған бір мән қайтты міне. Жалпы амалдар осындай. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Мысалы үшін біз енді қарапайым практика жасап көрейік. Бізде бір массив беріледі, и біз массивтің ішінде какой-то бір сандар тұрады. Сол сандардың ішінде минимальный сан табу керек бізге. Мысалы үшін біз функция ашамыз. Бізде базар жоқ, мынандай Pythonның өзінің функциясы бар, мысалы үшін min деген. Min, сосын бұл минимальный табуға арналған, сосын max деген нәрселер бар. Ал бірақ біз оны логикасын қолмен жазып көрейік. Қарапайым логикасын. Ондай минимальный сумманы табудың көптеген логикалары бар. То есть мән табудың. Бірақ біз соны ең қарапайымдан жазайық. Мысалы үшін біздің функция аштық. Функцияның аты бізде давайте find min. Min деген функция болсын. И оған бізге не келеді? Бізге кез келген айнымал берсек болады. Бірақ ол бізге мәні, біз жіберген кезде ғана келеді. Давайте бізге мысалы массив келсін. Array деп қояйын. Яғни массив деген сөз. Тізім. И тұрамда, и мен не істеймін? Менде массив бар дәл қазір. И қарайық. Мен сендерге логикасын түсіндірейін бірінші. Енді paint. Так. Менде мынандай массив бар. Делік. Ішінде 1 бар, 6 бар, мысалы үшін 0 бар. Давайте бір 3 бар, 4 бар деп ойлайық та. И мен бұның минимальный функциясын табуым керек. Ол үшін мен не істеймін? Мен өзіме минимальный функцияны есептейтін учетчик ашамын бірінші.
мен ол үшін оның айнымалының аты min nam деп қоя салайын. Min nam деп қояйын да. И мен мынаны минимальный сумманы есептейтін бастапқыда менде мына массивтің ішіндегі кез келген бір элементке теңестіремін. Мысал үшін. Ал мен мұнда өзім мән жазатын болсам, мысалы 0 деп қой жазатын болсам, массивтің ішінде мысалы 0 деген сан жоқ болып қалса, менің минимальный суммам 0 болып қалады. Қазір оны түсіндірейін, не үшін екенін. Сол үшін мен массивтің ішінде кез келген бір элементін теңестіремін. Давайте бірінші тұрған элемент немесе соңғы тұрған элемент немесе ортадағы тұрған элементі бәрібір. И мен тұрамын да, бұл массив менде R еді ғой. R. И тұрамын да қарайын. Мен минимальный суммам бұл жерде осы R-дің кез келген элементі, яғни мен индексі бойынша бірінші элементін ала салайын. Бәрібір маған. Міне, минимальный сумма менде пока что 1-ге тең болып тұр. И мен тексеремін. Форманың ішін жүгіремін да, каждый раз жүгіріп шығамын. И каждый раз жүгіргеннен кейін мына минимальный суммаға мен салыстырып шығамын. Түсіндіңдер ғой, яғни форманың ішін жүгіремін. Келеді, 1 келеді. Сен 1, мына минимальный суммадан сен кішкентайсың ба? То есть мына миннан кішкентайсың ба? Егер сен миннан кішкентай болсаң, онда минимальный сумма сен боласың дейді саған. Сондай логика жасамыз қазір. И жоқ, мен кішкентай емеспін дейді да, 6-ға барады. Сен кішкентайсың ба? 1-ден кішкентайсың ба сен? Кішкентай емессің. Жақсы, сен онда минимальный болмайсың дейді да, 0-ге барады. 0 сен мынадан кішкентайсың ба дейді, тексереді. Кішкентай екен, онда минимальный сен боласың деп бәрі тексеріп шығады да. Ең сонда ең кішкентай өзі шығады өзі. И сол бізде жауап болып келеді. Ал егер мен мұнда өзім мән беретін болсам, мысалы минимальный сумма 0 деп қойып, мұнда 0 деген жоқ болып қалды. И каждый раз тексереді, мынаның бәрі 0-ден үлкен ғой. И бұл жерде минимальный сумма шықпай қалады. Сол үшін 0 қоюға болмайды. То есть өзіміз мән беруге болмайды. Ал код жазайық. Кодта не істейді? Бізге min nam менде осы R-дің 0-ші индексіне тең. Яғни келген массивтің 0-ші индексіне тең. Не істеймін? For I in осы R-дің ішін жүгіремін. Ішін бәрін жүгіріп шығамын. Тексеремін. Егер менің I деген әрпім, яғни R-дің каждый элементіне тең болып шығып жатыр. Осы I-ым менде кішкентай болса, min намнан осы шарт қойып жатырмын да, егер осы минимальный суммада мен жүгіріп жатқан саным кішкентай болатын болса, и мен істеймін, минимальный сумма осы кішкентай мен шыққан I-ға тең болады. Болды. То есть мен тексерген I-ға тең болады. Яғни минимальный суммадан да кішкентай сан шығатын болса, қазір, и сол минимальный болып келеді. И все, болды. Қарапайым осындай функция. И маған return қайтару керек, маған жауабын. Return маған минимальный сумманы, яғни min намды. И тұрамда мен неға жатайын. R1 деймін да, өзім бір мән беремін, мысал үшін. Давайте 1, 45, мысал үшін. -10, 12, мысал үшін. 2 дей салайын да, бәрібір. И тұрамда R тағы бір екінші массив беремін. И бұл жерде давайте -16. Так, мынандай дөбе сан. И 0 дей салайын да. Массив бердім. И енді мен шақырам. Яғни, мен функцияны шақырам. Так. Ол үшін find min деймін да. Оған мен массивті беруім керек. Ол мына массив, орысша R келеді, ол осы массивті оқиды да. И массив квалентісін минимализмнің сумманы табады. И маған не сонда жауап қайтарады. И мен оған массивті беру үшін міне, менде екі түрлі массив бар. Мен бірінші массив берейін, мысалы R1. R1 деймін. Бұл жерде маған мән шықпайды, өйткені бұл жерде return жай ғана қайтарады. Бұл жерде ешқандай print деген экранға шығару деген нәрсе жоқ. Сол үшін мен оны print деп аламын өзім біріншіден. Так, print деп аламын. И давай сән деп қойайын. Бұлай сән дейін. Мысал үшін, так, бірінші тізімдегі кіші сан. Давайте ең кіші сан. И все. И бұл маған бірінші тізімде ең кіші сан шығарып береді. Ол менде min find R1 жібердім. И ең кіші сан менде қарайық. Бірінші тізімде шынымен min сон ең кіші сан. Бастапқыда ең кіші сан бізде 1 болды. 45 тексереді, сен 1-ден кіші болсаң, сен кіші сан боласың деп. Ол келіспейді. Min сон тексереді, ол келіседі, min сон болып келеді.
И минус оннан кіші санды таппайды мына жақтан ешқайсысы. И сонымен бізде ең кішісі минус он болады. И тура солай мысал үшін. Так. Екінші тізімдегі ең кіші сан. Деймін мен екінші тізім беремін мұнда. R2. И все. Равно етсем. Екінші тізімде ең кіші несі минус 16. Иә, шынымен. Форма тізім үшін жүгіреді. Егер мына 0-ден сен кіші болсаң, онда сен кіші боласың дейді да. Ол кіші ме емессің дейді. И мынау кішімін дейді, жақсы дейді. 16-ға келеді, минус 16-ға келеді. Сен минус 10-дан кішісің ба дейді. Иә дейді. Осы болып келеді. И мына келеді, ол кіші болмай шығады. И бізде ең соңында кіші мәні осы минус 16 болып қалады. Көргендеріңізде, яғни біз кез келген айнымалы атаулар беріп, функцияны шақырып қолдана бере аламыз. Ал егер мен мынаны көп тізім ашып, оған каждыйын ішіндегі минималны табу үшін мен каждыйына мынандай код жазуыма тура келеді. Ол енді мынандай үлкен экран алып кетуі мүмкін да. Бүйтіп қандай. Мен просто жиі қолданатын кодымды алдым и функцияға салдым, оны кез келген жерге шақыра беремін. Осылай. Давайте бізге енді R3 қызықты болсын. R3-тің ішінде бізге кез келген сан, рандомный сан айтады. Бізге рандомный сан қайтсын да. Рандомный сан бізде I. И бізде for жоқ, бізде қайтсын рандомный сан кетеміз. Run деген нәрсе бар. Яғни бізге рандомный сан қайтарады. Рандомный сан бізге не қайтарады? Бізге, допустим, 0-ден бастап 1000-ға дейін, жоқ, 0 емес, минус 500-ден бастап плюс 500-ге дейінгі рандомный сандар қайтарсын бізге. Осы логика, яғни бізге қайтаратын мәні осы. И мен форманы жүгірем. For I in range, яғни for I in range. Тура осындай рандомный санны маған 13 шығу керек. И осы рандомный санны 13 шығын маған несі? Минимальный тауып бер. Әр кезде әртүрлі минимальный жатқанда. Үшінші тізімдегі кіші сан. И мен мұнда R3-ті жіберем. Менде мынандай болды, 487 болды. Енді қарасам 484 болып тұр. Давайте мен не шығып жатқанын көрейін бірінші. Print R3. R3-те не шығып тұр, және не болып жатқанын көрейік. Менде рандомный сандар қайтты. Міне минус 500 плюс 500 арасында рандомный сан. И менде 10 рет шығарды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. И келеді шынымен 464 ең кіші сан. Міне. И әр кезде маған әртүрлі рандомный сан шығады. И менде минимальный сан әртүрлі болады сәйкесінше. Міне осындай қызық жағдай бар. Ол түсінікті деп ойлаймын. Және тағы бір қарастыратын жағдай, мысалы бізде кейбір жағдайларда кішкене есептерге қысқа кодты строкалар керек та. И оған біз бір қатарға жазуға болатын функция бар. Ол бізде lamp деп аталады. Мысалы бізде қарапайым функция көбейту деп қоя салайық. Мысалы m деген функция болсын. И бізде a және b деген мәндері бар. И бізге ол return қайтару керек. Не қайтару керек? Маған a мен b-нан көбейтіндісін қайтару керек. Бұл бізде обычный функция. Мысалы print m-ға мен кімдерді берем? M-ға мен давайте 5 пен 6-ны берем. Енді 30 шықты. Бірақ кішкентай есептерге қолданылатын көбінесе тағы функция бар. Мысалы үшін менде m2 деген айнымалы болсын. Ол менде неге тең? Ол менде lambda деген функция. Бұл да тура сондай функция. И оған біз не береміз? Оған біз x және y деген екі мән берейік. Мысалы үшін тура мына сәйкесінше назаттар сияқты. Мына екеуі тең ғой. И мән бергеннен кейін біз қос нүкте қоямыз. Қос нүктеден кейін барып біз логикамызды жазамыз. Не істеу керек бізге? Бізге осы x пен y-ті көбейтсін. Все. И мен тұрамда жай ғана print деймін да, осы m2-ні шақырамын. m2-ге мен мәндерді беремін өзім. Яғни x-қа кім берем, y-қа кімді берем. X-қа мен 7-ні берем, мысалы үшін y-қа 9-ды берем. И все. И маған 6 шешті дұрыс. Яғни бұл лампа деген тура сондай деф сияқты функция, бірақ бір қатарға жазылатын, қандай жеңіл есептерге, қысқа есептерге қолданылатын жақсы функцияның бірі.
Жақсы, біз бүгін функция деген не екенін білдік. Параметрі, return деген қайтару деген не екенін түсіндік. И лампа арқылы біз қалай функцияны бір қысқа бір қатарға жазуға болатынын үйрендік. Жалпы бүгінге осы, келесі уақытта кездескенше.